Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге қысқаша фильм арнасы. Бүгін мен «Мальчик в полосатой пижаме» атты фильмге қысқаша шолу жасайтын боламын. Арнаны қолдап кетулеріңізді сұраймын. Бруно атты бала Берлинде ата-анасымен және әпкесімен бірге тұрады. Ол балалармен көңіл көтеріп жатқанда, оның үйінде маңызды нәрсеге дайындалып жатыр. Бруноның әкесі Ральфты жұмысында жоғарылатады. Сол себепті бүкіл отбасы елдің басқа бөлігіне көшуге мәжбүр болады. Бруно үйге келгенде, оның әпкесі алдағы өзгерістерден хабардар болатын. Және олар бүкіл отбасы болып, Бруноға жаңалықтарын хабарлайды. Ол өз үйінен кеткісі келмейді. Мұнда оған ұнайды, достары көп болатын. Бірақ қолдан келер шара жоқ. Оның әкесі әскери адам, және ол бұйрықты орындауы керек. Оның үстіне қазір соғыс қызып тұрған уақыт еді. Кешке олардың үйінде көптеген маңызды адамдар жиналады. Олар Ральфқа қонақ бөлмеге кіргенде қуанышпен сәлем беріп күтіп алады. Ральфтың ата-анасы да осында болатын. Алайда оның анасы ұлының әкесі сияқты көтерілуіне онша қуанышты емес. Ральф анасынан нацистерге қарсы ойларын айтпауын сұрайды. Әйтпесе бүкіл отбасы жазалануы мүмкін еді. Сөйтіп барлық заттарын жинап қояды. Бруно достарымен сүйікті үйімен қоштасып кетіп қалады. Оны ормандағы үлкен кірпішпен салынған сәл қорқынышты үйге әкеледі. Үй иттері бар сарбаздар кезекшілік ететін биік қоршаудың артында тұр. Бруноға мұнда ұнамайды, бірақ ол тез үйренуге уәде береді. Оның бөлмесіндегі терезе орманға қарап тұрған болатын. Алыста Бруно қоршаудың артында бірнеше ғимараттарды көреді. Бала бұл фермада, онда адамдар көкөніс өсіріп мал бағады деп ойлайды. Бірақ қандайда бір себептермен барлық фермерлер жолақты пижама киеді, және бұны Бруно түсінбейді. Бруно бұл адамдар туралы анасынан көбірек білуге тырысады, бірақ ол ұлының не туралы айтып жатқанын бірден түсінбейді. Ол өзі ұлының бөлмесіндегі терезеге қараған кезде, оған бейтаныс адамдар бар екенін, оларға бармағаны жақсы екенін айтады. Бірақ Бруно сол жерде балаларды көріп қалып, және ол өзіне жаңа достар тапқысы келеді. Осы тыйымға байланысты Бруно бірнеше күн бойы үйде отыруға мәжбүр. Оған артқа аулаға кіруге рұқсат етілмейді. Бөлмеде ол тек өзімен өзі дойбы ойнай алады, ал үйдің алдындағы алаңда ештеңе жоқ. Бүкіл отбасы түскі ас ішіп жатқанда, Ральф балаларға енді мектепке барудың қажеті жоқ екенін хабарлайды. Әкесі оларға мұғалім жалдаған болатын. Бруно қарсы болмайды, өйткені ол ешқашан үйде оқымаған. Түстен кейін ол ағаштың астында жатып, бұтақтардың біріне жақсы әткеншек салуға болатындығын түсінеді. Бруно әкесінің жүргізушісі лейтенант Гетлерден дөңгелек сұрауға барады. Бруноның 12 жасар әпкесі осы жүргізушіге ғашық болатын. Гетлер өзіне еврей Павлды шақырып алады. Ол картопты тазартатын, аумақты күтеді және басқа да лас жұмыстар жасайтын. Ол балаға шина беруді бұйырады. Лейтенанттың Павлға бұйырып сөйлеуі Бруноны алаңдатады. Павл Бруноға шинаны беріп, одан әткеншек жасап береді. Бала әткеншекке тербеліп отырған кезде ол фермадан шыққан түтінді көреді. Ол шинада тұрып, сол жерде не өртеніп жатқан екенін білу үшін тырысып жатқанда құлап тізесін жарақаттап алады. Павл көмекке келеді. Ол Бруноны үйге апарып, содан кейін жарасын таңып өңдейді және байлайды. Олар сөйлесе бастайды, және Павл бұрын дәрігер болғанын, және оның өз тәжірибесі болғанын айтады. Бруно дәрігердің өз жұмысын неге ауыстырып, әкесіне картоп тазартуға жалданғанына таң қалады. Павлдың Бруноға көмектескенін білгеннен кейін, анасы көмек үшін еврейге алғысын айтады. Сөйтіп ақырында мұғалім келеді. Ол Бруномен және Гретельмен әңгімелеседі. Бруноның тек шытырман оқиғалы кітаптарды оқитынын анықтайды. Ол оған соңғы тарих туралы үгіт-насихат кітабын береді. Нацистік офицердің балалары тиісті білім алуы керек. Осы үшін де мұғалім осында болатын. Алайда Бруно мұндай оқуды ұнатпады. Ол ауладағы қуыс есіктің ашық екенін байқады және қашып кетуге шешім қабылдады. Сарайда бала оңай өтіп кететін терезе бар болатын. Ол орманды аралап, содан кейін ағын арқылы өтіп, тікенекті сыммен қоршалған қоршауға тап болды. Қоршаудың артында кеудесінде нөмірі бар жолақты пижама киген бала отырды. Балалар кездесті. Бруноның жаңа танысының аты Шмуль. Бруно Шмульден өзі тұратын жер туралы сұрады. Бірақ Шмуль ол туралы аз ғана білетін еді. Ол бұл жерден шыға алмайтындарын, олар үнемі жұмыс істеуге мәжбүр болатынын және әрең тамақтандырылатынын біледі. Ол қоршаудағы ауыр жұмыс пен зұлым сарбаздардан демалу үшін анда-санда қашып кетеді. Алайда ысқырық естіліп, Шмуль кері жүгіруге мәжбүр болды. Барлық тұтқындар казармаға жиналады. Үйден Бруно Шмульді тамақтандыру үшін шоколадты алып шықты.
Ол жаңа досының қоршауына келгенде, ол жерде болмай шықты. Бруно қолына түскеннің бәрін лақтыра бастады және бір темір сымға ілінді. Сөйтіп қоршаудың тоқ кернеуінде екені белгілі болды. Бұл тоқтардың Бруно бұл жерде өсірілетін жануарлар фермадан қашып кетпеуі үшін істелген деп шешті. Бұл күні Шмуль келген жоқ. Мұғалім үйреткен насихат Бруноға ұнамады. Бірақ оның әпкесі бәрін жүрегіне жақын қабылдайтын. Ол қуыршақтарын лақтырып, бөлменің қабырғаларын фюрер плакаттарымен және нацистік ұрандармен безендірді. Бруноның анасы қалаға кетіп бара жатқанда, ол осы сәтті пайдаланып Шмульге барды. Ол баладан мезгіл-мезгіл түтін шығаратын және қатты сасық болатын құбырлар туралы сұрады. Шмуль ол жерде лас шүберектерді өртеп жіберетін сияқты деді. Ральфтың анасымен қарым-қатынасы оның жаңа жұмысына байланысты мүлдем нашарлады. Алайда Ральфтың әкесі ұлын қолдайды және қонаққа қуана келеді. Осы уақытта мұғалім Бруноға еврейлердің нағыз зұлым екенін және дәл қазір неміс халқы олармен күресіп жатқанын түсіндіреді. Бруноға сену қиын, бірақ егер ересек адам осылай айтса, мүмкін солай болар. Ол тағы да Шмульді тамақтандыру үшін ас үйден тамақ алып шықты. Бруно онымен ойнау үшін өзімен бірге доп алып кетті. Бірақ бала ойнаудан бас тартты. Ол оларды лагерь күзетшілері байқап қалады деп қорқады. Бруноның анасы тағы бір сапардан оралды және лагердің құбырларынан шыққан иістерді сезді. Лейтенант Гетлер абайсыз сөйлеп қалды және Эльза крематорийде тұтқындарды өртеп жібергенін түсінді. Ашуланған ол күйеуіне ұрса жөнелді, бірақ ол оған бұл туралы ешкім білмеуі керек құпия жоба екенін түсіндірді. Эльзадан крематорий туралы жүргізуші лейтенант Гетлер айтқаны туралы білді. Ральфтың әкесі қонаққа келді. Олардың үйінде кешкі ас ұйымдастырылды, оған лейтенант Гетлер де шақырылды. Әңгіме барысында оның әкесі соғыстың басында елден қашып кеткені белгілі болды. Өйткені ол билік басындағылармен көзқарастарымен бірдей емес еді. Гетлер түсінді, оның мансабы осы жаңалықтан кейін төмен қарай домалайды. Ол ашуланып, барлық ашуын кездейсоқ оның стакандағы шарабын құлатып алған Павелден алды. Гетлер оны көрші бөлмеге сүйреп апарып аяусыз ұрып жіберді. Содан кейін бұл үйден Павел көп көрінбейді. Осындай көріністен кейін Бруно ұзақ жылады. Әпкесі оны тыныштандыруға тырысты. Ол балаға еврейлердің зұлым екенін, оларды жою керек екенін айтты. Алайда бала бұған сене алмады, өйткені ол білетін барлық еврейлер зұлымдарға ұқсамайды. Ральфтың үйіне үлкен қонақтар келуі керек. Салтанатты қабылдауға дайындалуда. Бокалдарды тазарту үшін үйге Шмуль келген болатын. Бруно екеуі сөйлесті, содан кейін ол досына печенье сыйлады. Гетлер бөлмеге кіріп қалып, Шмульдің печенье жеп жатқанын байқап, оны ұрлық жасадың деп айыптады. Бірақ печеньені бала Бруно бергенін және олардың дос екенін айтты. Ашуланған Гетлер Брунодан бұл туралы сұрағанда, ол қорқып кетіп, бұл баланы танымайтынын айтты. Лейтенант ұрыны қатаң жазалауға уәде берді. Бруно өзінің бұл сатқындығы үшін ұзақ уақыт қайғырды. Бірақ содан кейін Ральф өзінің маңызды қонақтарына көрсетіп жатқан фильмді көріп қалып, одан кейін өзін жеңіл сезінді. Оның ойынша бұл фильмде Шмуль тұратын лагерь көрсетілді. Фильмдегі барлық еврейлер бақытты болуға, демалуға, кітапханаға немесе асханаға баруға жеткілікті уақыт болды. Балалар көңілді ойнады және көп күлді. Осы кезде Бруно әкесімен мақтана бастады, өйткені ол осы лагерде тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Лейтенант Гетлер әкесінің кесірінен майданға жіберілді. Осыдан кейін Гретель үшін үйіндегі өмір қызықсыз және қуанышсыз болды. Бруно Шмульді көремін деген үмітпен лагерь қоршауына қарай жүгірді. Ол досынан Гетлерден қорқып кетіп және сол жолы өтірік айтқанын түсіндіріп, одан кешірім сұрағысы келді. Күндердің бірінде Шмуль орнында болды. Оның беті ұрып соққаннан әлі жазылмаған болатын. Бруно кешірім сұрады және олар сөйтіп татуласты. Сол күні Ральфқа қайғылы жаңалықтар айтылды. Бомбалау болған, ал анасы қайтыс болды. Ол нацистік режимге қарсы болғанына қарамастан және табытқа фюрердің ашық хаттары бар гүлдер әкелінді. Бұл Эльза үшін соңғы түйін болды. Ол Ральфпен ұзақ уақыт бойы жанжалдасып, балаларды бұл жерден алыс жерде тәтелерінің үйінде болғаны жақсы деп шешті. Гретель қуана кетуге дайын, бірақ Бруно досынан айырылғысы келмейді. Бірақ ештеңе істей алмайды, баруға тура келеді. Бруно бұл жаңалықты айтуға Шмульге жүгіреді және ол өз жаңалықтармен бөліседі. Оның әкесі бір жерге жоғалып кетті. Бруно досына іздеуге көмектесуге уәде береді. Ол лагерь аумағына кіру үшін қоршаудың астын қазады.
Ал Шмуль оған олармен бірдей киім әкелуге уәде береді. Сөйтіп Бруноны ешкім байқамай қалатын болады. Бруно кететін күні досына бутерброд дайындайды. Күрек алып қоршауға қарай жүгіреді. Бірақ жол бойында бутерброды шалбардан түсіп кетеді. Балалар қазба жұмыстарын жүргізуде. Бруно киімін ауыстырып Шмульге қарай кіреді. Лагердегі жағдайдың әкесінің фильмінде көрсетілгеннен алыс екенін түсінеді. Балалар Шмульдің әкесін таба алмайды және олар сол жерді қарау үшін казармаға қарай барады. Бірақ кенеттен күзетшілер казармадағы барлық адамдарды алып басқа ғимаратқа апарады. Бруно мен Шмуль де көпшілікке қосылып кетеді. Ал Эльза болса дәл қазір ұлын іздеуде. Гретель екеуі сарайға жүгіреді. Ол арқылы ол әдетте қоршаудан шығып бутербродты көреді. Эльза баласының қашып кеткенін түсінеді. Ол күйеуінен көмек сұрайды. Сарбаздар қоршаудың артына апаратын есікті сындырып, баланың ізіне түседі. Лагер қоршауында олар Бруноның киімдері мен қазбаны табады. Балалар қалғандармен бірге қараңғы бөлмеге кіріп үлгерді. Олар шешінуге мәжбүр болды және қазір душ қабылдау керек деп түсінді. Олар тар камераға айдалып, үстіне бірдеңе құйып, барлық шығатын есіктерді жауып тастады. Ральф ұлының қайда екенін кеш түсінді. Ол газ камерасына жүгіріп бара жатқанда, оның ішіндегі барлық тұрғындар қайтыс болған болатын. Сонымен фильм осылай аяқталады. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Каналды қолдап жазылып, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше.